Мына Reuters агенттігінде таңғажайып хабар жарияланды. Осы хабарды көріп оқып, қатты қуандым. Ал Reuters агенттігінің өзі Англияның Financial Times'қа сілтеме бере отырып, Financial Times'тың мақаласына анализ жасай отырып жариялаған мақала екен. Онда айтуынша, Қытай жуырда ел ішіндегі және ел сыртындағы бүкіл банк қызметкерлері, тіпті шетелдік банк бар, Қытайдың қаржы министрлігінің адамдары бар, солармен бас қоса отырып, құпия және шұғыл түрде өте сұмдық жиналыс ашқан, және онда алда-жалда Ресейге салған санкция сияқты ақш Ресейдің Украинаға соғыс ашқанына байланысты Ресейге санкция салған сияқты Қытайға санкция салған жағдайда шетелдегі қаржыларын және шетелдегі байлықтарын қорғау мәселесін талқылап жатыр деп жазыпты. Бұл ақпаратты сіздерге тіке ағылшын тілдегі ақпараттан міне іздесеңіздер бірден шығып тұр. Міне Reuters агенттігінде жазылды. China discusses protecting assets from US sanctions with banks деп жазады. Ал енді одан ары қарай Business Insider'да жазады. China is working to protect its overseas assets amid fears of US sanctions. Amid the fears of the US could impose Russia state sanctions, reports say. Ал Business Insider'да жазуында міне мына ақпаратта жазылып тұр міне. Ресейге салған санкциясы тілінде осындай санкциялар салған жағдайда өздерінің байлықтарын қалай қорғау мәселесін. Мысалы, мына Reuters'тағы мына мақалада онда да жазып тұр міне. China discusses protecting assets from US sanctions with banks, Financial Times report дейді. Бұл жерде де осы ақпараттардың жазғанына қарап, аса қуанышты түрде бір нәрсені айтуға болады. Жел шықпаса, шөптің басы қозғалмайды. Америка тарап енді ресми түрде Қытайды қырына алмақшы. Себебі, мына осы ақпараттардың соңында сіздерге мынандай бір ақпаратты айта кеткелі жөн көрдік. Мысалы, Reuters агенттігінен жазылған осы ақпараттың соңында мына жерде Ресей менен Қытайдың ортасындағы бизнес туралы бір таңғажайып ақпараттар айтады. Яғни, Ресей алдағы уақытта мынау Еуропа мен Американың санкциясының күшеюіне байланысты Қытаймен болатын бизнесті дамытады деген ақпарат тұр. Бұл енді демек Қытай мен Ресей барған сайын бір бола түседі. Барған сайын бір бола түсті деген сөз бәрібір Қытайға қашып құтыла алмайды. Ол Ресей тарапынан Қытаймен болған бизнестеріміз артады деп жазып отыр. Демек, Қытайға да бір тықыр таянды. Бұл тықырлардың барлығы білесіздер, ақырын басталады. Мысалы, Ресей 2024 жылы Қытаймен болған екі жақты бизнестің 200 миллиард доллар болатындығын айтып отыр дейді. Ресей тарапы сенбі күні, яғни апрельдің 30 күні 2024-ке барғанда Қытаймен болатын өзара сауданың артатындығы соншалық, бұл 200 миллиард көлеміне дейін барады. Сөйтіп, батыстың санкциясынан құтыламыз деп отыр. Демек, батыс санкциясы алып, Ресей мен Қытай өзара сауда жасап, оған батыс қол қусырып қарап тұрмайды. Демек, батыста да Қытайдың өрген шпиондары бар, ал Қытайында енді бізге санкция жасаса қалай істейміз деп жанталасып жатыр. Демек, Ресей, Қытай бұлардың енді білгенін істейтін. Днепрді, Луганскінді жаулап алады, Америка, Еуропа үндемейді. Қырымды жаулап алады, Обама үндемейді. Қытай Тибетті қынадай қырады, Америка үндемейді. Пекинде бір түнде 10 мың студент қырып салады, Америка үндемейді. Ұйғыр қазақты қынадай қырады, батыс тек жазғырады, ара тұра санкция салады. Қытаймен бизнес жүре береді. Енді осы заманға нүкте қойылатын кез келді. Қалай болмасын, апалай төпелей, алай дүлей бір заман келді. Ал қазақ ұйықтайтын кез емес. Оян, басыңды көтер. Не ары, не бері болады. Сен ұйықтағанға Қытай мен орыс сен ұйықтатпайды. Сен ел аман жұрт тыныш болсын деп мың айтсаң да, еліңді аман жұртыңды тыныш қоймайды. Оған өткен 1,5 ғасыр куә. Мың жеріңнен тыныштық болсын, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын дегеніңмен де болмайды. Саған тыныштықты бермейтін орыс пен Қытай. Ендеше
оянатын, бас көтеретін кез келді. Қазақты осы қалың Еуропа, Америка, Орыс, Қытай, Иран, Саудия, Түркия айналадағы қалың солардың күштері Қазақстанның ішкі жағында быт шыт тасталқан болған әрбір сондай күштерге жұмыс істейтін олардың лоббилері тұрған жерде осы қалың бірімен бір астасқан, бірімен бір шарпысқан қым қуыт қалың қатынастың ішінен қазақтың мүддесін кім аман алып шығады? Ол үшін тас түйін береке бірлік болу керек, саяси сауаттылық керек. Аман болайық қалың елім қазағым. Құрметпен Серікжан Біләшев.